жауапкершілікті қалай алып үйренуге болады? Жауапкершілік негізі барлық нәрсе тек қана саған керек екенін түсіну. Сенің өміріңде ешқандай да бір жағдай басқа ешкімге керек емес, сенен басқа. Қажылықта мынандай оқиға болды. Айттың бірінші күні тауап жасауға шықтық, кішігірім группамен, 50 шақты адаммен. Бізді гидтар белгілі бір ательге әкеліп тастады. Осы жерден енді Қағбаға барасыңдар, тауап етесіңдер, сағи жасайсыңдар. Сосын ровно сағат 6-да осы жерде кездесеміз, кешікпейміз. Осылай біз Минаға шығып кетеміз, 13 километр жол. Мен кешіккендер күтпеймін, это ваши проблемы деп айтты. Бәрі ересек адам, о жерде. Бәріміз бардық, ісімізді жасадық, ровно уақытына қарай неге ательге барып, почти 90% адам жиналды. Одан бір 4-5 адам жоғалып кетті. Жоғалды дегенде негізі Мекке аса үлкен емес, қажылардың жүретін жері белгілі. И как бы по сути олар жоғалған жоқ. Но бүйтеді, біз мынандай жерде тұрмыз, бізді алып кетіңдерші деп айтады. И сөйтіп біздің гидтер айтады, жоқ, біз жолға шығып кеттік. Мен 25 адамды тастап, мысалы біздің әйел гид айтып отыр да, мен 25 әйелді тастап, барып сіздің артыңыздан жүгіре алмаймын. Сіз өзіңіз такси ұстаңыз да, мынандай жерге Мина алқабына келіңіз деді. Сол кезде ана кісі жоқ, сіз мені әкетуіңіз керек, бұл типа сіз вообще не үшін туркомпаниясыз, не үшін гидсіз, сіз менен сұраласыз деген сияқты әңгімесін айтқан болу керек. И ренжіп, мен сізге ренжідім, енді мен ательде қалам осы түні дейді. Ол түні ательде қалса, қажылық есептелмей кетуі мүмкін. Үлкен вопрос болады да ол. И это уже выбор женщины, да? То есть мен саған гидке ренжіп, бүкіл қажылығымды под угрозу ставлю деген сөз, да? Бәрінің түсінбейтін жағдайы мынау. Қажылық саған ғана керек. Ол Аллаға да керек емес, пайғамбарға да керек емес, ол гидтерге, атлас туризмге, ешкімге керек емес ол. Тек қана саған керек. Сен өзіңнің күнәлі басыңды, күнәлі денеңді әкелдің, Аллахым мені кешірші деп осы бүкіл ғибадаттар жасап жатсын. Сен осыны түсіне алмасаң, біреуге қырсығып, бүгін мен ательде қалам, ертең мен бүйтем, үшінші күн мен сендерге ренжіген үшін сөйтем деген, ол как раз таки есеймеу. Это как раз біреуді өзіңе қатысты нәрсеге кінәлі қылу. И қажылық сенікі, сен ғана одан сұраласын. Ертең сен қанша $10,000, $7,000 төлеп барған қажылығың есептелмесе, сен тағы келуің керек. Есептелді, есептелмеді, под вопросым тұрса, сен қанша нәрсе істесең де, Аллах тағала оны есептемей қоюы мүмкін. Осындай біздің тәкаппарлығымыз алып жауапкершілікті біреуге іле салу. И осы оқиғадан кейін, әрине ол кісі өзіне келіп, Минаға таксимен келіп жетті, үлгерді. Белгілі уақытқа дейін кіріп үлгеру керек о жерге. Үлгерді. Бірақ біздің өмірде жалпы осындай түсінік өте жиі қалыптасқанда, мысалы біз емделіп жатырмыз, ем алып жатырмыз, бізге витамин жазып береді, лечение жазып береді, оның жартысын жасамай, не істейміз, врачқа барып секіреміз. Не үшін сен мені дұрыстап емдемедің, не үшін қарамадың? Ал мысалы мен саған айтқан дәріні уақытылы іштің ба, мынаны уақытылы жасадың ба, гимнастика жасадың ба, мынандай нәрселерді сен қосымша саған айтқан тамағыңа мән бердің ба десе, жоқ, ол врач жаман дейді. То есть, яғни өзіне қатысты негізі оның емделуі, ол өзінің жеке мини қажылығы деп айтуға болады да. Өзіне ғана керек дүние, оның денсаулығы өзіне ғана керек. Ол емделмесе, ол қиналса, ол ауырса, өзі ғана ауырады. Бірақ біздікі барып мұғалімді кінәлау, врачты кінәлау, біреуді әртеуір государствоны кінәлау, әртеуір біреуді кінәлап жатамыз. Главное мен емес. Но по сути сенің өмірің, сенің нағыз үлкен қажылығың сенің өмірің. Бүкіл сен істеп жатқан әрекеттер саған ғана керек, және сен оны Аллах сенен разы болу үшін ғана жасауың керек. Все, болды, одан тыс ештеңе жоқ. И әркім өзінің жауапкершілігін тура осылай түсінсе, бұл менің қажылығым, бұл маған ғана керек, мен осыны жөндемесем, менің өмірім өзгермейді деп түсінсе, негізі осылай миллиондаған проблема оңай шешіледі.